Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге осылай баклажаннан жасалған рулеттің рецептісімен бөлісемін. Бұл үшін бізге баклажан, жұмыртқа, ұн және де осындай панировочный сухари керек болады. Баклажанымызды осылай екі шетін алып тастаймыз да, видеодағындай етіп, жұқалап, ұзыннан турап шығамыз. Әр қарай осылай жұмыртқамызды шағып, үстіне тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Туралған баклажандарымызды бірінші ұнға, содан соң жұмыртқамызға, соңында панировочный сухаридің үстіне жақсылап аунатып аламыз. Одан кейін осылай қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып аламыз. Табамыздың астын сәл орташадан жоғары қоямыз. Осылай барлығын жақсы етіп пісіріп аламыз. Мен бірінші осындай жолмен, одан кейін тек қана жұмыртқаға аунатып та пісіріп көрдім. Екеуі де өте дәмді шығады екен. Енді соусымызды жасаймыз. Ол үшін бізге майонез немесе 30% болатын қаймақты қолдансаңыздар да болады. Одан кейін чеснок. Үлкен болғандықтан мен біреуін алдым. Күштен өткізіп алдым. Мен жақсылап араластырып, үстіне укроп қоссаңыздар да болады. Енді қызанағымызды турап дайындаймыз. Және де әсемдік үшін осындай салат жапырақтарын да пайдаландым. Одан кейін қияр қостым. Енді жинап бастаймыз. Алдымен соусымызды баклажанға біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан кейін салат жапырақтарын, помидорымызды осылай ораймыз. Негізінде баклажандарымыз ұзын болған дұрыс. Ораған кезде жақсы оралады, ашылып кетпейді. Мен қиярмен де жасап көрдім, күшті болып шығады. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рулетіміз дайын болды. Мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар.